Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен ұнсыз чечевица жасымықтан нан жасайтын боламыз. Алдыменен чечевицамызды түнде суға салып жібітіп қоямыз. Кем дегенде 12 сағат тұру керек. Міне осылай түнде қойып қойдым. Міне таңертең алдым, жақсылап бір жуып алып, үстіне 100 грамм суды құйып, осыдан нан жасадым. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі чечевица, оған псилиум қосатын боламыз. Сосын орегано, чеснок, сарымсақ. Бұл жерде укроп қостым, паприка тәтті. Бетіне күнжіт себетін боламыз. Сонымен бірінші чечевицамызды үстіне жаңағы 100 грамм суымызды құйып, блендерлеп алатын боламыз. Жақсылап майдалап аламыз. Міне осылай осының үстіне енді тұзымызды, ащы бұрышымызды, ащы қызылдары салдым, ащы бұрыш, паприкамызды, тәтті бұрышымызды, барлық специялық қосып алатын боламыз. Укропты салдық. Бұл жерде сарымсақты салып отырмыз. Орегано. Осыған үстіне псилиум саламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Псилиумды араластырдық. Тез қоюланады бұдан кейін, қосқаннан кейін. Бір 10 минутқа қойып қоямын мен. Блендерлеп барып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қойып, сосын табамызға бөлшектеп салатын боламыз. Осылай мына 10 минут тұрды. Енді бұл жерде кішкене майды құйдым мен. Майды басында қоссаңызда да болады, мен соңына таман қостым. Міне әртүрлі формада істесеңіздер де болады. Үлкен бір батон істеуге де болады. Мен кішкене булочкалар істедім. Осылай домалақтап қойдым. Жалпы менің булочкаларым 8 штук шықты осы массадан. Бәрін жақсылап домалақтап алдым. Сөйтіп бетіне күнжітті сеуіп, бұны қызып тұрған тавада 180 градуста 25 минуттайда пісіріп алатын боламыз. Міне бәрі жасып болдым. Бетіне күнжітін сеуіп, табаға қоямыз. Жалпы бұл ұнсыз нан өте тойымды. Бұл енді диеталық тағам болып есептеледі. Міне біздің ұнсыз булочкаларымыз пісті. Өте керемет болып шықты. Мына арасын көрсетіп қояйын. Өте жұмсақ, әдемі. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.